Саламатсыздар ма? Алихан Бөкейхан атындағы гимназияның химия пәнінің мұғалімі Бұхарбекова Ботагөз Тәуекеловна. Сабақтың тақырыбы атом құрылысының заманауи теориясы. Атомдағы электрон күйі және қозғалысы. Оқу мақсаты: атом құрылысының заманауи теориясын білу. S, P, D, F орбитальдарын пішін ажырату. Атомдағы электрондар әртүрлі энергияға ие. Олар энергияны белгілі бір мөлшерде сіңіре немесе шығара алады. Атомдағы электрон тек қана белгілі бір кванттық күйлерде бола алады. Бұл электронның ядромен байланысын көрсететін энергияға сәйкес. Электрон энергиясының мәнісі бас квант санымен көрсетіледі. Ол тек қана бүтін сандармен жазылуы мүмкін. Атомда электрондардың таралуы. Атомда он зарядталған ядродан, атом он зарядталған ядродан және ядроның маңында айналып жүретін теріс зарядты электроннан тұратын электр бейтарап бөлшек. Атомдық номер протондар мен электрондар санын және ядро зарядын көрсетеді. Атомда электрондар деңгей мен деңгейшелерде орналасады. Период номері энергетикалық деңгей санына тең. Атом үш негізгі бөлшектен тұрады: протондардан, электрондардан, нейтрондардан. Атом ядросы өзара ядролық күштермен байланысқан нуклондардан тұрады. Ядрода протондар мен нейтрондарды ұстап тұратын күштерді ядролық күштер деп атайды. Протондар мен нейтрондар бірге нуклондар деп аталады және ядроның массалық санын құрайды. Массалық санды мынандай формуламен өрнектейді. Мұндағы А атомдық масса, Z протон саны, N нейтрон саны. Яғни атомдық масса нейтрон мен протон сандарының қосындысына тең. Нейтрон саны мұндағы N мынандай формуламен анықталады. Мұндағы N нейтрон, А атомдық масса, Z протон саны. Нейтрон санын атомдық массадан нейтрон санының айырмасы арқылы анықтайды. Нуклеид ядро заряды мен массалық саны бірдей атомдардың жиынтығы. Нуклеид латын тілінен аударғанда ядро және ежелгі деген мағына білдіреді. Грек тілінде түр, сұрып дегенді білдіреді. Нуклеидтің массалық саны ондағы нуклондардың санына тең. Химиялық элемент протон саны бірдей нуклеидтер. 19 ғасырдың аяғына дейін атом жай заттың ең кішкене бөлшегі, материяның бөлінбейтін ең соңғы объектісі деген метафизикалық көзқарас басым болды. Дальтон және оның замандастары атомды бөлінбейтін бөлшек деп қарастырды. Атом теориясы мен моделінің тарихы. Барлық химиялық құбылыстарда молекулалар бөлінеді және олар жаңа бір молекула түзеді. Ал атомдар болса өзгеріссіз қалады. Атом бөлінбейтін бөлшек деп есептеді. Бірақ сол кезде осы тұжырымдамаға дәлелдер жоқ болды. Тек 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында ғана атом құрылысының күрделілігі туралы жаңалықтар ашыла бастады. 1904 жылы Джеффер Томсон өзінің еңбегінде ядро катодтық сәулелер электрондар деп жариялады. Ал 1911 жылы Резерфорд атомда зарядталған ядро бөлшектер барлығы туралы өзінің еңбегінде жария қылды. Энергетикалық деңгейдегі электрондардың саны мына формуламен анықталады. Мұндағы үлкен N энергетикалық деңгейдегі электрон саны, кіші N бас квант саны болып табылады. Электрон бұлттарының пішіндері сфера немесе шар тәрізді, S бұлттар, S электронды бұлты гантель немесе дұрыс емес сегіздік, P электрон бұлты көлемдік сегіздік, бұл D электрон бұлты болып табылады. Деңгейше бойынша бұлттардың саны. S деңгейшеде 1 бұлттан тұрады, P деңгейшеде 3 бұлттан тұрады, D деңгейшеде 5 бұлттан тұрады, F деңгейшеде 7 бұлттан тұрады.
ядро маңындағы электрон қозғалатын кеңістік электрондық бұлт, ал кеңістікте электронның болу ықтималдығы жоғары аймақты атомдық орбиталь деп атайды. Атомның электрон қауызы қабаттардан тұрады. Электрондық қабат өлшемдері бірдей электрон бұлттардан түзілген. Бір қабаттың орбитальдары энергетикалық деңгей түзеді. Орбитальдағы электрондық бұлт сәйкес келеді. Атом орбитальдары негізінен 4 типтен тұрады. S, P, D, F. Бір орбитальда спиндері әртүрлі электрондар орналасады. Осының мысал ретінде біз магний элементін қарастырайық. Магний периодтық жүйеде екінші А тобында және үшінші периодта орналасқан. Магнийдің атомдық массасы 24, атомдық номер 12, яғни магнийді 12 электрон, 12 протон плюс 12 ядро заряды болады. Магний үшінші периодта орналасқандықтан ода 3 энергетикалық деңгей болады. Магнийдің электрондық конфигурациялық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Электрондық бұлттарды толтыру ережесі келесі мағлұматтар арқылы білуге болады. Ең алдымен элемент атомында қанша электрон бар екендігін анықтап алу. Ол үшін сол элементтің ядро зарядын білсек болғаны. Ол Дмитрий Иванович Менделеевтің периодтық жүйедегі элементтің атомдық номеріне тең. Атомдық номер барлық атомдағы электрон санына тең. Бір S орбитальдан бастап ұяшықтарды толтырамыз. Әрбір ұяшықта 1-2 электрон бола алады. Бір ұяшықта орналасқан 2 электронды қарама-қарсы бағдаршамен белгілейді. Элементтің электрондық формуласын жазамыз. Яғни мына жерде үш элементтердің электрондық формуласы мен жаңа энергетикалық деңгейде электрондардың қалай орналасқандығы көрсетіліп тұр. Мысалы, фтордың плюс ядро заряды плюс 9, фтор екінші периодта орналасқандықтан оның 2 энергетикалық деңгейі бар. Ең ішкісінде 2, сыртқысында 7 электрон болады. Фтордың электрондық конфигурациялық формуласы 1s2, 2s2, 2p5. Яғни фтор P элементтерге жатады. Ұяшықта да электрондардың орналасқандығы көрсетілген. Осы тақырыпты бекіту ретінде сіздерге жұптық жұмыс ұсынамын. Мұндағы жұппен орындайсыздар. Мұнда бірінші кестедегі терминдерге сәйкес тұжырым таңдау. Яғни әрбір терминге дұрыс тұжырымды таңдап сәйкестендіресіз. Келесі тапсырмамыз жеке жұмыс. Бұл әрбір оқушы жеке өзі орындайды. 3 тапсырмадан тұрады. Бірінші кестені толтырамыз. Оның үлгісі берілген. Екінші S, P, D, F орбитальдардың пішіндерімен сәйкестендіреміз. Үшінші тапсырма кестені толтыру. Бұнда әрбір элементтің таңбасын, протон, электрон санын, атом санын, массалық сандарын жазамыз. Әрбір дұрыс орындалған тапсырмаға 1 балдан беріледі. Функционалдық сауаттылықты арттыруға арналған тапсырма. Диаграммада 6 элементтің электрондық конфигурациясы көрсетілген. Соған қарап қандай тұжырым айтасыздар. Бұл тапсырманы орындаған оқушыға 2 балл беріледі. 2 балл беріледі. Үй тапсырмасы. Атом құрылысының заманауи теориясы. Атомдағы электрон күйі және қозғалысы. 9-шы беттегі 6-шы тапсырма. Назарларыңызға рахмет.